Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Мен қазір Алматы қаласындамын. Бағана Талдықорғаннан Алматыға жолға шыққам. Сонымен бір Түркменстанның жігіті келіп тоқтады, такси екен. Сонымен таксиге отырып, жаңағы Түркменстанның сөйлеген тілдері өзбекке кішкене келеді екен. Бұлай түсінуге болады енді. Сонымен алдыңғы жағында, алдыңғы орындықта бір қазақ аға отыр екен. Әңгімелесіп жатырмыз ғой жол бойы. Бір кезде жаңағы аға өзі қазақ бола тұра қазақтар жамандап келе жатыр ғой. Орыс болып тумағаным-ай деп. Әңгімесін тыңдап келе жатырмын. Негізі өзім тарихшымын. Біраз тарихты айтып тастадым ана ағаға. Енді түсінгендей болды енді. Білмеймін қаншалықты түсінгенін. Сіздерге айтайын дегенім, әр қазақ өзінің қазақ болып туылғанына мақтану керек. Біз батыр халықтың ұрпағымыз. Біз дана халықтың ұрпағымыз. Және де осындай тамаша тілді, кең байтақ жазиралы жерді бізге ата-бабамыз аманат етіп қалдырды. Ал біз жас ұрпақ сол ата-бабамыздың аманат етіп қалдырған осындай бір тамаша дүниелерін біз сақтап болашақ ұрпаққа біз жеткізуіміз керекпіз. Себебі ата-бабамыз өз заманында өздерінің батырлықтарын, ерліктерін көрсетіп, болашақ ұрпақ бізге қалдырып отыр. Біз де солай ата-бабаларымыздың ізімен жүруіміз керекпіз. Әр қазағым жалғызым. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.